Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып жеті қарақшы, большая медведица. Жаңа сөздер, новые слова, напиши в словарь и выучи. Жеті қарақшы, большая медведица, үркер, плеяды, скопление звезд, жоғалу, потеряться, теряться. Қуаныштың сұрағына жауап бер, ответь на вопрос. Достар, сендерге қояр сұрағым бар. Сендер қандай жұлдыздарды білесіңдер? Какие звезды вы знаете? Балалар, мен сендерге үркер мен жеті қарақшы туралы аңыз дайындадым. Мен бұл аңызды атам мен әжемнен естідім. Екінші тапсырма, суретке қара, мәтін не туралы деп ойлайсың, ойыңды айт. Посмотрите на картинку и предположите, о чем будет текст. Үшінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы, прочитай текст. Баяғы заманда үркер деген аспан патшасының қызы болыпты. Қыздың есімі Үлпілдек екен. Үлпілдектің нұры айналаға жарқырап тұрады екен. Үлпілдекті хан нөкерлері күзетіп жүреді. Бірде жеті қарақшы Үлпілдекті көріп ұнатып қалады. Ол Үлпілдекті ұрламақшы болып аңдиды. Бір күні оның жолы бола кетті. Сол күні Үлпілдектің қасында нөкерлері болмай қалған еді. Жеті қарақшы осы сәтті пайдаланып, оны ұрлап әкетеді. Үркер сезіп қалып, нөкерлерімен бірге жеті қарақшыны қуады. Үркер жеті қарақшыға жете бергенде, таң атып жеті қарақшы жоғалып кетіпті. Бұл жағдай осылайша әр түн сайын қайталаныпты. Шындығында жеті қарақшы темірқазықты айналып, үркер екеуі бір-біріне жақындай бергенде таң атып кетеді. Үлпілдекті қарақшыдан құтқару үшін үркер нөкерлері мен жеті қарақшыны әлі қуып жүр деген сөз осыдан қалған сияқты. Давным-давно у царя небес Уркер была дочка. Ее звали Үлпілдек. Она очень ярко сияла. Ее охраняли воины. Однажды жеті қарақшы увидел Үлпілдек, и она ему понравилась. Он хотел украсть ее. И однажды, когда рядом не было воин, охранников, он ее украл. Уркер, узнав, что украли ее дочь, он погнался за жеті қарақшы. И когда он чуть ли уже не догнал его, наступало утро, и жеті қарақшы исчезал. И эта история повторялась каждую ночь. И есть такое слово, чтобы спасти Үлпілдек от жеті қарақшы, үркер все еще гонится за ним. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Задайте вопросы по тексту. Например, аңыз бойынша үркердің қызы кім? Үлпілдекті кім алып қашқысы келді? Үркер жеті қарақшыға жете алды ма? Бесінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер, ответь на вопросы. Оқыған мәтін жанры қандай, неліктен? Какой жанр текста и почему? Оқыған мәтін жанры аңыз. Аңыз – это легенда. Есте сақтайық, запомните. Ертегі толықтай ойдан құралады. Өмірде болмаған адамдар немесе өмірде болмайтын заттар туралы баяндалады. Ертегіде бірнеше оқиға болады. Сказка – это когда все полностью вымышленно, вымышленные персонажи и вещи тоже. И в сказке несколько ситуаций, несколько историй бывают. Ал аңыз – это легенда. Аңыз шындыққа жақын болады. Онда өмірде болған зат немесе адам туралы баяндалады. А в легенде есть правда. Там рассказывается про вещь или же про человека, который есть в жизни. И в легенде только одна история. Алтыншы тапсырма, мәтінді оқы, прочитай текст. Жетінші тапсырма, мақалды көшіріп жаз. Напиши пословицу. Әдетте үркердің жай көзбен ең жарық 9 жұлдызын көруге болады. Ал ерекше жағдайда жай көзбен 14 жұлдызға дейін көрінеді. Жұлдыздар шоғыры шамамен 100 миллион жыл бұрын қалыптасқан екен. Ұсақ тозаңдардан құралған тұмандық жарық жұлдыздар шоғырының төңірегін айнала ұшып жүреді. Ғалымдардың айтуынша тозаңдар үркердің қалыптасқан кезінен қалған. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.